Сәлем достар, құйрық майдың пайдасы қандай? Мені жоғалтпас үшін лайк басып, каналыма тіркеліп, жаңа видеоларымды көру үшін қоңырауша белгісін басып қойыңыз. Халқымыз ежелден қойдың құйрық майы түрлі мақсатқа пайдаланған. Жаңа туған сәбиді майлап босанған аналарға ішкізген. Алайда кейінгі кезде құрамда холестерин бар деп құйрық майды қолданушылар азайып кетті. Көпшілігі өсімдік майын тұтынады, ал медицинада құйрық майдың пайдасы ұшан теңіз. Тұрғындарды дұрыс тамақтануға үйретіп жүрген дәрігер құйрық майдың пайдасы өте көп екенін айтады. Майдың құрамында адам ағзасына қажетті дәрумендер мен минералдар тұнып тұр. Құйрық қанша майлы болса да ас қорыту жүйесіне өте жеңіл сіңіріледі. Майдың құрамында пайдалы амин қышқылдар В тобының және А, Е, яғни дәрумендердің өте көп түрлері бар. Цинк, селен, фосфор, магний, яғни ағзаға қажетті көптеген минералдарға өте бай. Құйрық майдан адам ағзасына жақсы әсер беретін холестеринді алуға болады. Мәселен, өсімдік майының кейбір түрін жоғары температурада қыздыруға болмайды. Ал құйрық май мен іш майды жоғары температурада қыздырсақ та құрамын өзгертпейді. Яғни қайнатып, қуырып, қақтап, тіпті шикілей тұтынсақ та майдың табиғи құрамы бұзылмайды. Құйрық май қаныққан және қанықпаған қышқылдардың табиғи көзі. Ағзадағы гормондар майлардан түзіледі. Егер құйрық майды көбірек жейтін болсақ, гормондар синтезделеді. Құйрық майдан бөлінген холестерин жаңа гормондардың бөлінуіне тікелей септігін тигізеді. Ерлердің жыныстық белсенділігін арттырса, әйелдердің бедеулікке ем болады. Дәрігерлердің айтуынша, май асқазан, ішек жолдарының қызметін жақсартады. Өтті сұйылтып, оның жақсы бөлінуіне септігін тигізеді. Қазақша каналдың дамуына үлес қосып, лайк басып, комментарий жазып, видеоның соңына дейін қарап, жақындарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Назарларыңызға үлкен рахмет.